Әлемдегі мемлекеттердің дамуына мемлекеттік қызметкерлердің қосар үлесі мен салмағы ерекше. Еліміздің кез келген азаматы, оның ішінде жастар да, әйелдер қауымы, мүмкіндігі шектеулі азаматтар да мемлекеттік қызметке бара алады. Әсіресе қызметтегі жастардың, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қатарын арттыруға айрықша мән беріледі. Заңнамаға енгізілген тағы бір жаңашылдық мемлекеттік қызметке конкурссыз тағайындалу мүмкіндіктері. Қазіргі таңда елімізде мемлекеттік қызметке кіруді барынша жеңілдету мақсатында Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурстық іріктеусіз тағайындалу бойынша белгілі нормалар қабылданды. Атап айтқанда, жоғары оқу орындарын мемлекеттік грант есебінен үздік аяқтаған түлектер диплом алғаннан кейін 1 жыл ішінде аудандық және ауылдық деңгейдегі мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына заңнамалардан ешқандай тест тапсырмастан конкурстан тыс тағайындала алады. Жоғарғы оқу орнын мемлекеттік грантпен оқып, сонымен қатар жоғарғы көрсеткішпен бітірген мамандар конкурссыз-ақ мемлекеттік қызметке орналаса алады деген өзгеріс жастар үшін берілген керемет мүмкіндік болды. Осыған сәйкес бағымды сынағым келіп, Байзақ ауданы әкімі аппаратына өз өтінішімді бердім. Нәтижесінде ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап Байзақ ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің бас маманы лауазымына тағайындалдым. Жұмыс ең әуелі бізді жауапкершілікке, тұрақтылыққа жетелейді. Заңнамаға енгізілген өзгерістің шапағатын көрген алғашқылардың бірі Ділназ Серғалиева. Өз туған жеріне келіп, қызмет етіп жатқанына дән риза, әрі алдағы уақытта тәжірибесін шыңдап, жауапты қызметтерден табылармын деген үміті де жоқ емес. Мемлекеттік қызметке түсудегі жеңілдету бағытындағы жаңашылдықтардың бірі жоғары оқу орындарын мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орташа 3/33 GPA мәнінен аяқтаған үздік түлектердің аудан мен ауылдық округ әкім аппараттарының төменгі лауазымдарға конкурстан өтпей-ақ өкілетті органның келісімі негізінде тағайындалуы мүмкін болып табылады. Осы талаптарға сай бүгінгі таңда Байзақ ауданы бойынша 6 түлектер уәкілетті органның келісімі бойынша аудан мен ауылдық округі әкім аппараттарының төменгі лауазымдарға тағайындалды. Бұл білікті жастарды мемлекеттік қызметке тартуға, жас мамандардың аудандар мен ауылдық жерлерге оралуын ынталандыруға, сондай-ақ өңірлердегі кәсіби кадрлар тапшылығын төмендетуге ықпал етіп, мемлекеттік қызметке кіру процесін айтарлықтай жеңілдетіп отыр. Гүлнар Тайжан, Эльдар Түстікбай, 24 News.